Армысыздар, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мына бір әріпті жұмбақты шешу арқылы ашайық. Отта бар, суда жоқ. О әрпі. Допта бар, топта жоқ. Д әрпі. О деген сөз шықты. Айда бар, күнде жоқ. Әрине А әрпі. Ода деген сөз шықты. Ғарышта бар, арыста жоқ. Ғ сөз әрпі. Одаға. Арбада бар, шелекте жоқ. Одаға. Торғайда бар, құста жоқ. Одағай. Допта бар, топта жоқ. Д әрпі. Ыдыста бар, кеседе жоқ. А әрпі. Аңда бар, жанда жоқ. Ың. Яғни одағайдың сөзі шықты. Тауда бар, бауда жоқ. Т әрпі. Үйде бар, сыртта жоқ. Ү әрпі. Ретте бар, бетте жоқ. Әрине Р әрпі. Түр. Лақта бар, бақта жоқ. Л әрпі. Етте бар, қантта жоқ. Е әрпі. Түрле. Барда бар, жоқта жоқ. Ыр әрпі. Түрлер. Кірде бар, шықта жоқ. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы одағайдың түрлері деп аталады екен. Одағайдың түрлері, яғни одағай дегеніміз көңіл күйді, адамның көтеріңкі көңіл күйін немесе өкінуін, қуанышын білдіретін одағай сөздер екен. Жалпы сабақтың мақсаты одағай туралы білімдерді кеңейту, олардың түрлері туралы мәлімет беру, оларды білуге үйрету, яғни ажырата білуге, сонымен қатар адамгершілікке тәрбиелеу, имандылыққа, эстетикалық талғамға тәрбиелеу. Одағайдың түрлері үшке бөлінеді. Көңіл күй одағайы, шақыру одағайлары және жекіру одағайы. Көңіл күй одағайы өзі аты айтып тұрғандай, адамның көңіл күйін білдіреді. Ол шаттану, таңырқау, аңсау, қуану, ұнату, ренжу, өкіну, шошыну, назар аудару сияқты түрлі мәндерді білдіреді. Мысалға, пәлі, ойпыр-ай, бәрекелді деген одағай сөздер. Жекіру одағайы, жекіру, тыйым салу, бұйыру сияқты мәнді білдіреді. Мысалға, тәйт, тек, жә, көбіне бұны үлкен әжелеріміз жиі қолданады. Жекіру одағайлары. Шақыру одағайлары мал, құс, ит, құсты шақыру, қуумен байланысты мағынаны білдіреді. Мысалға, жылқыға қатысты құрау-құрау, моқ-моқ, сиырға қатысты әукім-әукім деп шақыратын боламыз. Яғни бұнда да шақыру одағайлары қолданылады екен. Жалпы одағайға байланысты қойылатын тыныс белгілер. Одағай сөйлемнің басында келсе, одағайдан кейін тыныс белгі қойылады. Мысалға, пай-пай, шіркін, қазақтың келіндері-ай деген мысалды алатын болсақ, пай-пай дегеннен кейін тыныс белгісі, яғни үтір қойылады. Одағай сөйлемнің ортасында келсе, одағайдың екі жағынан да үтір қойылады. Далаға шықсам, ойпыр-ай, батыс жақ от болып жанып жатқандай деген ойпыр-айдың екі жағынан үтір қойылып тұр екен. Одағай сөйлемнің соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Осы алған бетіңнен танба. Бәрекелді. Кейбір жағдайда одағай қатысқан сөйлем соңына леп белгісі қойылады. Пай-пай, ардағым-ай, сен менің шолпанымсың, жанған-ұдай деген өлең жолдарындағы пай-пай, ардағым-ай деген леп белгісі қойылып тұр. Егер одағай сөздер қайталанған болса, олардың арасына дефис қойылады екен. Қосымша мәлімет айта кетейін. Көне түркі жазба ескерткіштер тілінде жеке тұрып өз алдына сөйлем мүшесі бола алмайтын, бірақ сөйлемде адамның әр алуан
көңіл күйін білдіретін ыйта деген жалғыз ғана одағай сөз кездескен екен. Енді бүгінгі өткен материалға байланысты бірнеше тапсырма орындасақ. Бірінші тапсырма: одағайларды тауып, астын сызыңдар, қандай мағынада жұмсалып тұрғанын түсіндіріңіздер. Ой, арамғат, арамғатқыр. Танау құрт келгір. Ойбай-ау, енді қайтейін, ойбай. Деген сөздерде одағайларды тауып, астын сызасыздар. Мысалға, ой, арамғат, арамғатқыр дегенде, ой деген одағай, яғни бұл көңіл күй одағайына жатады екен. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада семантикалық картамен жұмыс жасайсыздар. Яғни бірінші бағанада одағайлар мен олардың мысалдары берілген, екінші, үшінші, төртінші бағанада одағайлардың түрлері берілген. Сіздер одағай түрлерін ажыратып, қасына жіктеп жазасыздар. Мысалға, пай-пай деген бұл көңіл күйді білдіретін одағай. Келесі, үшінші тапсырма. Одағайларды қатыстырып, сөйлем құраңыздар. Бұл жерде одағайдың үш түрінен де мысал берілген, сол одағайларды қатыстырып, сөйлем құрастырасыздар. Мысалға, бәрекелді, бәрекелді, нағыз жігіт екенсің деген сөйлемді мысал ретінде алуға болады. Үйге берілетін тапсырма: көркем әдебиеттен одағай түрлеріне мысалдар жазыңыздар.